Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 62-ші сабақ, математика сабағы, 2-ші сынып математика сабағы. Бүгінгі сабақ көрден алдын каналыма тіркеліп алыңыздар. Қоңырау темесін басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыз қайталау сабақтары, өзіңді тексер деп аталады. Қайталау бұрынғы сабақтарды жаймен қайталап өтетін боламыз. Бүгінгі тақырып жиын және оның элементін белгілеу. Бұлар жиынды қалай белгілейсіздер, жататын болса осылай белгілейтін едік. Және бір жатпайтын болса үстін сызып қоямыз, осы белгінің. Енді бүгінгі бірінші есепке келетін болсақ, суреттегі жиындарды ата дейді. Мысалы, бізге мынандай суреттер берілген, осы жиындарды атауымыз қажет. Осы жиындарды атаймыз қазір. Бірінші А жиын деп алсақ, А жиында 2 доп бар, 2 элемент бар. Ал келесі Б жиында 3 алма бар, 3 элемент бар деген сөз. Ана домалақтың ішінің өзі бір диаграмма болады, бір жиын болады. Осыны біз бір жиын деп аламыз. Енді С жиын деп алсақ, үшіншісін С жиында 5 шар бар екен. Ал төртіншісі Т жиын деп алсақ, Т жиында 3 дәптер бар екен. Балалар, қараңыздар, байқасаңыздар. Енді 5-ші жиынымыз бұл К жиын деп алсақ, К жиында 5 жапырақ бар екен. Осылай әр жиында неше элементтен тұратын, оларды біріктіру, атын атау, шыққан жиында әріппен белгілеу және неше элементтен тұратынын жазып шықтық балалар. Сіздер де осылай жазсаңыздар болады. Келесі екінші есебіміз диаграммаларда бейнеленген жиындардың элементтерін зертте дейді. Бізге 2 диаграмма берілген. Осы диаграммаларда 2 жиында, мынаны А жиын деп алсақ, А жиын деп алсақ, мынаны Б жиын деп аламыз, әріппен белгілеп аламыз. Осылай белгілеп алсаңыздар, енді 2 диаграмманы біріктіру, қиылысу, бірігу және қиылысу операциялар диаграммаларын құрамыз. Енді мына жерде диаграммалар бойынша 2 диаграмманы біріктірген кезде, мысалы, мына диаграммада Б жиындағы жасыл тікбұрыш, үшбұрыш бұл А жиында да бар, шеңберді қызыл бұл да А жиында бар, және 4 шаршы көк элементте Б жиында да, А жиын, Б жиында және А жиында да бар, екеуінде де бар. Сондықтан бұл бірігу қиылысу жиынның элементтері болады. Ал Б жиынына тиісті қалған элементтер өзінде қала береді екен. Келесі үшінші есебіміз тапсырманы орында дейді. Мысалы, бізге М жиынның элементтері берген, А, мысалы, Б, С, Д, Е, Ф деп тұр, ағылшын әріптерінде. Мысалы, А жиында ромб тұр, Б жиында тіктөртбұрыш, С жиында шаршы, Д жиында трапеция деген сияқты, Е жиында 5 бұрыш, Ф жиында 7 бұрыш, 8 бұрыш деген сияқты. Енді ал П жиынның элементтеріне Л, К, М, Н, О, П, Р деген ағылшын тіліндегі әріптерді осылай фигуралар жатады екен. Енді М және П жиындарының элементтерін дәптерге жазамыз. Осы диаграмманы саламыз және оған жиындар элементтерін жазамыз. Әрбір жиынға тиісті 3 элементтен жазайды, жататын, Мысалы, А элементі М жиынына жатады деген осы белгіні қоямыз. С элементі М жиынына жатады. Е элементі М жиынына жатады деп. Ал К деген элемент П жиынына жатады. Н деген элемент П жиынына жатады және Р деген элемент П жиынына жатады деп 3 жататын жиынды жазып қоямыз балалар. Енді келесі 4-ші есеп, партаның үстінде 2-2-ден көк, жасыл және қызыл қарындаштар жатыр, 6 қарындаш жатыр. Мысалы, 2 көк, 2 жасыл және 2 қызыл жатыр, балалар. Мысалы, соны енді қарындаштар 2-2-ден таңдау нұсқаларын жалғастырып, кестеге жазамыз, әртүрлі түстерін араластырып. Мысалы, көк, жасыл, қызыл, жаңалдегі 2-2-ден. Енді көк жасыл десек болады, көк қызыл десек болады. Және жасыл қызыл десек болады, және жасыл көк десек болады екен. Ендігісінде қызыл көк және қызыл жасыл десек
болады екен. Осылай кестені толықтырамыз. Одан кейінгі екінші тапсырмада қарындаштарды 3-3-тен таңдаудың 12 нұсқасын құр дейді. Жауабын кесте түрінде жаз дейді. Қарындаштар 3-3-тен таңдаймыз енді. Көк, қызыл, жасыл қарындаш, көк, жасыл, қызыл қарындаш, жасыл, көк, қызыл қарындаш, жасыл, қызыл, көк қарындаш. Қызыл, жасыл, көк және қызыл, көк, жасыл деген 1, 2, 3, 4, 5, 6 нұсқасын таптым мен. 6 нұсқасын. Сіздер тағы да басқа нұсқа қосатын болсаңыздар, тағы да нұсқаларын жазып қойыңыздар қосымша ретінде. Келесі 5-ші есеп жалған пікірлерді тап дейді. Бір жылда 24 ай бар. Бұл қате пікір, балалар, бұл жалған. Бір жылда 12 ай бар. 10 сантиметр 1 дециметрге тең. Бұл дұрыс, бұл ақиқат. Ал біз тапсырмасында 2 мен 9-ның қосындысы 12-ден артық дейді. Жоқ, 2 мен 9-ның қосындысы бұл 11 болады, балалар. Ол 12-ден артық емес, ол 12-ден аз болады, 11 сан. Сондықтан бұл жалған деп аламыз. Осылай есептерді жазып қоясыздар, балалар. Осымен бүгін сабағымыз аяқталды, балалар. Каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтар кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.